халықтың табысын арттырудың кілті неде деп ойлайсыз? Осы сауалдан бастасақ. Ең бірінші, әрине, әр адамның, әр азаматтың өзінің ойлайтыны, ақша ешқашанда көп болмайды. Неғұрлым жалақы, зейнетақы, стипендия, жоқ болмаса әлеуметтік көмектің көлемдері көбірек болса деп әрқайсымыз армандаймыз. Оның әрине ешкімнің де бір ойлап шектеп бір шектеу қойғысы келмейді, неғұрлым көбірек болса екен деп ойлайды. Бірақ менің ойымша тек қана мына цифр түрінде, мысалы бүгін 200 мың теңге жалақы алып отырсам, келесі айдан бастап 400 мың теңгеден алып отырсам деген ой, ол да бір жағынан, егерде соның жалақы өсудің артынша азық түліктің бағасы, басқа да тауарлардың бағасы, коммуналдық қызметтің, әлеуметтік саланың көрсететін қызметтердің бағасы өсіп жатып, сол жалақының өскен табыстың барлығын сол баға өсу жек қойып отса, ондай жалақының өсуі 5 тиынға да пайдасы жоқ деп ойлаймын.